мен Болаттың шашын біз студент кезімізден бастап қия бастадым. Ол кезде Италиядамыз, стипендия, ақшамыз жете ма жетпей ма деп үнемдеп жүргенде, бір күні ол маған келіп тұр, сен үйреншиш, мен шашымды алып берші деп. Менің ол дейтін ешқандай курс ештеме өткен жоқпын. Мен үшін өте бір күтпеген жағдай болды. Бірақ жылдар өте өзімнің біліктілігімді ұштап, осындай Болаттың жеке стилисті болып жүрмін. Бір рет қана оқсатпай қойдым. Ол біздер жаңадан үйленген кезде шашын артын шолтитып, қысқа қылып қиып, монах сияқты қылып қойғанмын. Жұмысында сұрайтын көрінеді, қай парикмахерскийға бардың, біз соған бармайық деп. Неудачно сходил в парикмахерскую деп айтамын дейді барлығына. Қай жерде десе, да, там в старом городе деп. Ол кезде біз Ақсайда тұрамыз. Сондай бір қызықты жағдайлар болған тәжірибемізде.